Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жая Мұса атындағы жоғары көпсалалы колледжінің оқытушысы Калиева Айгүл Амангелдіқызы. Қазақ әдебиеті пәнінің бүгінгі тақырыбымыз Жұбан Молдағалиев ақынның өміріне тоқталамыз және Мен қазақпын атты поэманың талдауын жасаймыз. Бүгінгі сабақтың мақсатымыз Жұбан Молдағалиевтің өмір жолына тоқталып, асқан ақын шеберлігіне таныту, ақынның өмір жолымен танысып, Мен қазақпын атты поэмасына талдау жасаймыз. Отан сүйгіштік сезімдерін, патриоттық сезімдерін одан арман қарай арттырамыз. Жұбан Молдағалиев 5 қыркүйек 1920 жылы Батыс Қазақстан облысында Жыланды ауылында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, жауынгер ақыны, Қазақстан жазушылар одағының төрағасы, Мен қазақпын атты поэманың авторы. Оралда ауыл шаруашылық техникумын 1940 жылы бітіріп, сол жылы Ұлы Отан соғысына атталады. Кіші жүз байұлы тайпасынан, Байбақты руынан шыққан. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін Лениншіл жас, Қазақ әдебиеті газеттері, Жұлдыз журналының редакцияларында жұмыс атқарады. Алғашқы өлеңі Ленин тірі, Орал комсомол ұрпағы газетінде басылады. Тұңғыш жинағы Жеңіс жырлары деген атпен 1949 жылы жарық көрді. Жұбан Молдағалиев, мен алдында айтқандай, ақын жауынгер. 1940 жылы 47 жылдары әскер қатарында болып, Ұлы Отан соғысының ардагері. Қазақ болу зор бақыт атты өлеңінде қазақ болу зор бақыт дер күн түпті деген өлең жолдары бүгінгі егемендікті жыр еткендей әсерге бөлейді. Ақын болашаққа сенеді, сондықтан да ол ақынша желпіне, көңіл күйдің ырқына беріле жырлайды. Өзінің қазақ екен ағынан жарыла ерекше шабытпен жырлауы оның ерлігінің бір көрінісі. Яғни ақын Жұбан Молдағалиев көп өлеңдерінің тақырыптары көбінесе осы еліне, жеріне, отан сүйгіштікке тақырыптарына арналған. Отбасына тоқталатын болсақ, Жұбан Молдағалиев өзінің соңғы жылдар көптеген уақыт бойы өзінің жұбайы София апаймен бірге қол ұстасып өмір сүрді. Екеуі ұл мен қыз тәрбиелеп шыққан. Бұл ержеткен ұлдар мен қыздарының суреттері. Сонымен қатар Жұбан Молдағалиев өзінің отбасы достарымен суретке түскені. Жұбан Молдағалиевтің 80 жыл толу мерейтойына арналған ескерткіш бюсті орналасқан Орал қаласында. Бұл ескерткіш ашылуы салтанатты түрде ашылды. Әрине, бұл салтанатты ашылуына Жұбан Молдағалиевтің жұбайы София апай қатысқан. Жұбан Молдағалиевтің көптеген еңбектері жарыққа дүниеге келген. Соның ең жаңағы туындысы бұл Мен қазақпын атты поэмасы. Мен қазақпын атты поэмасы қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналған отан сүйгіштік жырларымен халық жүрегінен орын тепкен ақын. Жұбан Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлеміне енгізген шығармасы Мен қазақпын поэмасы 1964 жылы дүниеге келген. Бұл поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры жайлы лирикалық, публицистикалық стильде толғана жырлайды. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда, оның ерлік дәстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, адамдары жайлы асқақтата көркемдеп жырлай білді. Бұл поэманың композициялық талдауына қарасақ, жаңағы басталуы, дамуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі дәптерлеріңізге жазып алып, композициялық талдауын жазып алыңыздар. Сіздердің келесі мақсаттарыңыз осы поэманың мұқият оқып шығып,
Қазір біз сіздермен поэманың мәнерлеп оқуын тыңдап шығамыз келесі видеода. Ал әзірше бұл видеоны көрердің алдында келесі тапсырмаларға назар аударайық. Яғни бірінші Жұбан Молдағалиевтің өміріне танысып, хронологиялық кесте қарастырасыздар. Шығармалар қандай тақырыпқа жазылған деген сұраққа жауап бересіздер. Ақынның аудармашы ретінде қандай еңбектері бар? Патриоттық тақырыптағы еңбектерін атап шығыңыз. Мен қазақпын поэмасына өлеңнің құрылымына талдау жасап шығыңыз. Яғни міндетті түрде оның тақырыбы қандай, идеясы, көркемдеуіш құралдар, неше бұлнақ, тармақ, шумақ, қандай ұйқастан тұрғанын дәптерлеріңізге жазып талдап шығып алыңыздар. Келесі 6-шы бұл «Мен қазақпын» атты тақырыбына үйде эссе жазыңыздар. Әрине бұл тапсырмаларыңызды дәптерлеріңізге орындап, почта арқылы парақтарға жібересіздер. Сүйгенім өлең ғана құлай талып атты өлеңінде жазбаймын уақыт өтсін ойлансын деп, жазамын абайша ойлансын деп, ойлансын өзі жайлы, заман жайлы, көргенде қиялымен байлансын тек. Келесі енді біз сіздермен Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» атты өлеңіне назар аударайық. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жөргегімде таныстым мұң тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам даланы кең. Пәк сәбимін, бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа, сынғасыппын, жүрегі бар кеудемде шын ғашықтың, жанары таудай жойқынмын жолқынғанда, шарықтасам, қыран боп шыңға шықтым. Мен қара көз сұлумын, сайтан қызбын, сайрай қалсам тілімнен бал тамызып. Сүйер болсам, өмірдей өле сүйдім, қас батырмен қайрасқам балтам жүзін. Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, Европада, Азияда емеспін мен, аралықпын, 7-ші материктей, бірақ баршадан мен тең өстім мен. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Сонымен құрметті оқушылар, бұл поэманы мұқият тыңдап шықтыңыздар. Алдағы берілген тапсырмаларыңызды орындап, берілген лекциялық материалдарды мұқият оқып, поэмаға құрылымына талдау жасап, Жұбан Молдағалиевтің өмір жолына хронологиялық кесте жасап, маған жауаптарыңызды жіберіңіздер. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар.